Ассалаумағалейкум. Тылсым дүние каналына қош келдіңіздер. Мен кезекті әңгімемді бастамас бұрын сіздерге бір өтінішім бар еді. Мен осы айдың соңына дейін 1000 подписчик жинаймын деп өзіме мақсат қойған едім. Сол мақсатымның орындалуына қол ұшын созсаңыздар, ол үшін видеоны аяғына дейін қарап, лайк басып, каналға жазылсаңыздар болғаны. Әкемнің туған апайы бір түрлі қызық әйел. Жұрт ол кісіні жын соққан деп шет қақпайлайтын. Бірақ сөзі, киім киісі, іс-әрекеті затында жақсы адам болғанынан хабар береді. Қыз кезінде сен тұр, мен атайын дегендей белсенді, жиын тойдың гүлі болған. Қазір үнемі тұнжыраңқы күйде ой үстінде жүргені. Тек мені көрсе болды, мәре-сәре болып, жас балаша шаттанып, жылы жұмсағын аузыма тосатын. Шешіліп әңгіме айтып, екеуміз тәтті-пәттімен дәмдеп, ұзақ шай ішіп отыратын едік. Бірде сабақтан босай сала, сол апайымның үйіне тартып отырдым. Қаланың шетінде тұрады, жалғыз өзі. Азын-аулақ талы бар. Кішкентай жеміс бақшасында арам шөп отап отыр екен. Мені көре сала дереу қолын сүртіп жіберіп, бетімнен сүйгіштеп, қалпалақтап, қуанып қалды. Үйге келмеген бір айдың ішіндегі әңгімелерімді шетінен тізіп айтып тауыса алар емеспін. Өткенде маған гүл берген бала бар ғой, сол ұнамай қалды. Әй, неге? Жібі түзу, тәрбиелі сияқты еді ғой. Өткенде ол мені түнемелікке пәтеріне шақырды. Содан-ақ ой белгілі болып қалды, деймін бұртиып. Қазіргі еркектерің сол емес пе? Нағыз жыртқыш. Мынау менің қарындасым-ау, қыз бала-ау деген ой жоқ. Түгел бетімен кетіп жыртқыштанып алған. Өтір көз өрегеніне сенбе. Үйдегісін жан-жарым, Құдай бере салған отбасым деп ақ жүріп, реті келсе қыздарға тиісіп қалудан бас тартпайды ғой жарықтықтар. Тыныш сабағыңды оқы, жігіт өзі табылады. Солай деші, онда керегі жоқ, деп әлгі жігіттің қылығына көңілі түсіп қалды. Мен апайыма қандай жігіт қандай тұрыста, қандай қимылмен қай жерде, не дегенін бүге-шігесіне дейін қалдырмай айтып беріп отырамын. Ол балаша аңқылдайды. Апайымның альбом болып жиналған фотосуреті көп ақ. Әр суреттің өз тарихын айтып, әңгімеден әңгіме шыға беретін. Кезек 3 қыз 2 ұл болып көңілді тұрыста түскен фотоға келді. Мынау жігітіңіз болған ба деп сұраймын әдейі ішіндегі сұңғақ бойлысын. Апайым суретті қолына алды да терең күрсініп үндемей қалды. Ренжітіп алдым ба деп мұндайды күтпеген мен де ыңғайсыз сәттен қалай шығарымды білмей қипылжықтап, көзім жыпылықтап кеткен. Ол маған бұрылды да, менің ең жақын достарым болатын. Бір қателіктің кесірінен олар қазір бұл өмірде жоқ деді. Иә, тура солай деді. Сосын диванға оңтайланып жайғасып алып, мына әңгімені айтып берген еді. Ол кезде бала едім ғой, ауылдан келе қалған бетім. Арзан, кішкентай құжыраны жалға алдым. Сондайлық ұнады. Жеке өмірге өздігімнен аяқ басуым. Әрі алда мені тек жақсылық пен қуаныш күтеді деп елестетуімнің өзі ақ тоқшылық сезім сыйлады. Техникумдағы ортамда сондай көңілді еді ғой. Әнмен би десе дес бермедім. Мен дегенде бәрінің аузының суы құритын. Сонда жүріп осы бесеуміз дос болдық. Әртүрлі группада оқысақ та жақсы араласып кеттік. Мынау тұрған 2 қыз Айдана мен Дария. Дария ер мінезді, қызу қанды болатын. Басына қисынды, қисынсыз қандай ой келеді, міндетті түрде барып жасайтын қыңыр еді. Айдана болса Дарияның керісі. Ұяң, әрі сабақты түгел беспен оқыды. Ал мына екеуі ағалы-інілі жүрсінмен қуандық. Байғұстардың әке-шешесі жоқ, детдомның балалары ғой. Сонда да бір көңілдеріне алмайтын еді өздері. Осының бәрін бастаған Дария болды. Бір күні сабаққа 2 өкпесін қолына алып жүгіріп жетті. Ентігіп тұрып, оның танысы үйіне өлген адамның жанын шақырып, алда болатын оқиғалар туралы сұрап білгенін айтты. Біз күлдік те қойдық, сенген жоқпыз әрине. Бірақ оны бүгін кешке істемесек болмайды деп, ақыры кешке менің жалдамалы пәтерімде жиналатын болып шештік. Алдымен қыздардың ішінде кім бірінші күйеуге кетеді деген сұраққа жауап аламыз деп шуластық. Кеш қарая үйде 4 көзіміз түгел жиналдық. Перделерді түсіріп, үстелдің үстіне майшам жағып, дөңгелене отырыса қалдық. Ақ қағазға әріптерді қатарымен дізіп, табақты төңкердік. Стрелканы да мұқияттап, қара бояумен сызуды ұмытпадық. Барлығымыз табақтың жиегіне саусақ ұштарын тигізе отырып, ендігі қалғаны әлгі рухты шақыру. Ойлана келе, қайсың барсын, сол аруақ келе бер деп жамырасқан хорымыз бөлме ішін кернеді.
Отырғанымызға 20 минуттан асып кетті. Енді шыны керек жалға бастағандаймыз. Мен ұйқысырай есінеп сол жаққа басымды кенет бұрғаным сол еді. Бұрышта тұрған буалдыр қара елесті көріп аузым ашылған күйі қаттым. Елес үнсіз, қозғалыссыз бұлдырайды. Ер адамның бейнесіне келетін сияқты. Жүрегім аузыма тығылды дегенді сезініп көрген адам айтады әсте. Ішімдегі қорқыныш тереңге тастап жібергендей мөлшиіп қатып қалғам. Балалар мені мөлшиіп қалғанымды көріп, барлығы сол бұрышқа көз тастасты. Әлі есімде, Айдананың көгерген қалпы, ерінің қалай жымқыра тістегені, шыңғыруға шамасы жетпегендей. Сол сәттегі минуттар ғасырға созылғандай қанша отырғанымыз есімде жоқ, тыныштықты бұзған сол Дария болды. Қаңғырған рух, біздің сұрақтарымызға қане, жауап бер. Атың кім сенің? Үнсіз тұрған қап-қара елес қозғала қоймады, ортадағы табағымызда. Әй, жауап бер деймін. Сен не үшін шақырдық мұнда? Деп Дария кенет түрсе қоя берді. Ол маған өзіне ұқсамай қалғандай көрінді. Қуандық ақырын жеңінен тарта сыбырлады. Дария, жындысың ба? Аруақтармен бұлай қатты сөйлесуге болмайды ғой. Есің дұрыс па? Отыр деп жатты. Ол неге үндемейді енді? Мүсін сияқты қатып тұрған нес? Деп айғайлаған Дария орнынан тұра ұмтылды. Ол өзін батыр көрсеткісі келді. Әлде өзінің ішкі әлемінде бір құбылыс болды ма, маған беймәлім. Елестің қасына жетіп үлгермей, буалдыр бейне жоқ болды да кетті. Мен Дариядан да қорқып кеттім. Елестің алдындағы Дария өзіне ұқсамайтын күмәнді қылықтар көрсетті. Әлде шалдуарлығыма екен. Сол түні барлығымыз бірге ұйықтадық. Ұйықтадық деген аты ғана. Ұзақты түн қорқынышты түс көріп бастырылып шықтым. Әлгі ер адамның қара түнек бейнесі төсегімнің басында тұрғандай. Дауысы алыстан еміс-еміс талып жеткендей. Түнімен елегізіп шықтым. Таңертеңгісін болған жайды түк болмағандай есімнен шығарғым келді. Бәріміздің сөйткіміз келді. Бұл түннен соң барлығымыздан түн баласы тыныштық кетті. Айдана күнде сабаққа шаршаңқы киіпте жылап келеді. Буалдыр түнек бейне төсегінің басына отырып алып, түнімен күзетіп шығады дейді. Ал Қуандықтың денесі өз-өзінен кесіліп қалып жүрді. Не тіліп кететінен бейхабар ол. Сондай аурудың жана түрме екен деп ауруханаға қаралмақшы да болды. Сондай бір нашар күндер басталды арамызда. Бір күні түн ортасында бойым тоңазып ояна келсем, терезе ашық қалып, сыртта ұйытқи соққан жел бөлмеге жапырақтарды шашып тастапты. Күздің қара суығы. Айдың сәулесімен барлығы анық көрініп тұр. Орнымнан сүйретіле тұрып, ұйқылы ояу қалпымда терезені жабуға бара жаттым. Кенет, ол бұрышта үнсіз маған төніп қарап тұрды ғой. Ішімде бір нәрсе төмен қарай зу ете түсіп, қорқыныштан дыбысым шықпай қалды. Ішкі түйсігіммен бұл рухтың қатты ашуына тиіп алғанымызды сезіндім де, жан дүниеммен егіліп кешірім сұрауға көштім. Ебіл-дебіл жылап отырмын. Қанша уақытқа созылғанын білмеймін. Есімді жисам, рух көз алдымнан ғайып болған екен. Бірақ бұл дауыл алдындағы тыныштық екен. Осы уақиғадан кейін достарымыздың ішінде Қуандық көз алдымызда өзгеріп сала берді. Бұрын қой аузынан шөп алмайтын досымыз енді бізден бөлінетінді шығарды. Ағасы Жүрсіннің айтқанын тыңдамастан өзіне қарсы шығып, жиі ұрсатын болды. Жүрсіннің айтуынша ол мүлдем ас ішуді қойған. Ел ұйқыға жатқанда төсектен тұрып алып, ерсілі-қарсылы жүреді. Бәлкім өткендегі жайт әсер етті ме екен деген уайымын айтты. Тағдыр деші. Бәрінің осылай аяқталатынын білгенімізде ғой шіркін. Кейін ол екеуі техникумға мүлдем келмей кетті. Хабарсыз қалдық. Артынан естуімізше, Қуандық ағасын түнде пышақтап өлтіргенде полицияға барып қылмысын мойындаған екен. Өмірде не болмайды десеңші. Араласқан ең жақын досы ретінде сотқа бардық. Сондағы аянышты, адам көргісіз түрін көрсең. Сондағы темір тордың арғы жағындағы көз қарасқа көз түйістіру деген мүлдем жан төзгісіз еді. Ол туған ағасын өлтіргеніне сенбейді. Қалай жасағаны есінде жоқ. Бірақ факт бар. Амал қанша. Тірі адам тіршілігін істейді деп қазақ бекер айтқан дейсің бе? Шыққыр көзіміз көрді, құлағымыз естіді. Қуандық түрмеде өкпе ауруынан көз жұмды ақыры. Қыршынынан қиылды деген осы. Өте бірақ көңіл елгезек, көңілді балалар еді. Қазір айтсам түсім сияқты, өзім сенбеймін. Енді қыздардан үшеуміз ғана қалдық. Мен қорқыныштың кесірінен өмір сүруге ынтам жоқ жүрдім. Әлгі түсім болса екен, оянып кетсем екен дейтін дәрменсіз адамның армандағаны осындай жағдайда болады. Дария болса сол қалпы.
Оның ойынша бұл жағдайдың барлығы кездейсоқ тағдыр істі. Мұның өткендегі рух елеске еш қатысы жоқ дейді. Ақыры мен ауылымыздағы көріпкел апаға бармақшы болып шештім. Басқа амал да жоқ еді. Ауылда мал жоғалса да, адам жоғалса да сол апаға баратын. Айтқан айнымай келеді, иманым кәміл. Үстел үстіндегі ақ жаймасын ашып қойып, сөйлеп кетті. Қазіргі болып жатқан қайғылы оқиғаларға сенің еш кінәң жоқ. Рухпен бұлай ойнауға, дөрекі сөйлеуге болмайды. Адамдардан тірісінде зәбір көрген бұл рух онсыз да ашулы. Сондықтан тым кекті. Рухтың кім екенін сұрағанымда, «Өй, қазір әне артында ғана тұр ғой жарығым. Тек сен одан қорықпа, тиіспейді саған. Өзің кешірім сұраған екенсің. Әрі сені жебейтін атаңның аруағы мен періштен мықты көрінеді. Тек мына рух сенің ол үйден кеткеніңді қалайды. Тірі кезінде бұл адам сенің үйіңнен 10 метр жердегі көрші үйде тұрған екен. Бір түнде қастандықпен үйін өртеп жіберген. Сол үйде шыжғырылып отбасымен жанып кеткен. Артынан ешкім іздеп бір дұға қайырмаған. Соған ызалы. Сендер келесіңдер де тірісінде көрген азап аздай ойыншық қыласыңдар. Енді сол маңай түгел осы рухтың мекені. Көпке қалма, жинал да көше ғой қалқам деді. Мұны естігенде әл-дәрменім құрып, дүниеден жырақ басқа әлемде жүргенде қорықтым. Сөйтсе де әбден титықтатқан істің соңы мен құтылар жолы болғанына іштей қуандым. Десе де қорқынышым сейілген жоқ еді. Қызым, тылсымдықтың сырын білмесеңдер, сыртынан жүріп нелерің бар еді. Қазір ғана сенің жақын құрбың өртенген үйдің ішінде жанып кетті. Анау еркек шора қыз кешікпестен Құран бағыштап кешірім сұрасын. Әйтпесе одан да кегін алмай қоймайды деп есіктен қоштасып шығып бара жатқанда құлағыма сыбырлап айтып үлгерді апам. Жан дәрменім қалмай қаладан шарқ ұрып іздеп Дарияны таптым да болған жайдың мәнісін түсіндірдім. Ол өзімді мазақтап күлсе бола ма? Мұның бәрі ертегі ғой, көріпкелдің несі? Алжыған кемпір ғой айдаладағы. Ей, сен де бір. Әрине мен де қайғырып отырмын, бірақ өзін ойлап қарашы. Қуандықпен жүрсінді айтпай-ақ қояйық. Айдананың үйі өзі бұрыннан ескі ғой. Су тиген соң тоқ құрылғылары өздігінен жанып кеткен. Мен кешірім сұрай салар едім, бірақ сене алмаймын ғой. Сенің көңілің үшін ақ кешірім сұрауға тырыстым, бірақ ештеңе шықпады. Түсінші деп өлердегі сөзін айтты. Тылсымға сенбейтін адамдар соқыр сенімнен ада болады ғой. Қайткен күнде ғылымдағыдай анық болып, барлық дүниені көзіне бажырайтып көрсету керек. Қайтерімді білмеген мен тырнағымды тістеледім. Бұдан соң екеуміз хабарсыз кеттік. Бұрынғы жалдамалы пәтерден кеткен мен тыныштықтың ең үлкен бақыт екенін түсіндім. Тыныштық, тек жан тыныштығын қаладым да, бір сәт мына дүниеден жырақтап бәрін ұмытуға тырыстым. Өзімді алдап, тек қуанышты, мерекелік шараларда жиі болып, көңілімді түсірмеуге тырыстым. Апта өтпей жатып, Дария қоңырау шалды. Бәріне кінәлі сенсің, кет деп айғайлап жылап тұр. Әуелде таң қалғам, кейін неге мені кінәлағанын әлі күнге түсінуге ақылым жетпеді. Ақыры ауылдағы Абыз апамның айтқаны дәл келді. Ай өтпей Дария есінен ауысты. Мамасының айтуынша түні бойы тыныштық болмаған. Әлде бір ер адамның бейнесіндегі елес құлағына сыбырлап, басын күзетіп отырып алып жүрген. Ал бірде таңертең сабаққа оятуға келсе, төсекте шашы жұлынып, денесі тырналанған жансыз күйде үстінен түскен. Зерттеуде анықталғандай жүрегі тоқтап қалған екен. Иманды болғырай, кешірім сұрай салса, осы күнде аман отырар ма еді? Енді міне қалғаны өзіңе аян. Өстіп есі ауысқан деген атаққа қалып жалғыз қалдым. Алайда бұрынғы ескі үйге анда-санда Құран бағыштап қайтамын. Қазір ол жер өзгерген, құрылыс жүріп жатыр. Жаңа үйлер бой көтерген. Мүмкін рухта тыншыған болар, кім білсін. Жас едік, көп нәрсенің байыбын ұға бермейтін ақымақ едік. Деп аяқтады әңгімесін апайым.